Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Лайк басқан қолдарыңыз Қабатулланың қабырғаларын ұстасын. Ал біз сіздерге бүгінгі жаңалықтарды жеткізуді жалғастырамыз. Қаңтар оқиғасы кезінде жараланған балалар да білім грантын ала алады. Қазақстан халқына қ білім беру гранттары бағдарламасына 2022 жылғы қаңтар оқиғасы кезінде қаза тапқан азаматтардың балаларына және жараланған балаларға гранттар мен стипендиялар беру бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлады қордың баспасөз қызметі. Бұл сенатқа жататын балаларға тек бакалавриат бойынша ғана емес, колледждегі оқуға арналған білім беру гранттары беріледі. Бұл ретте қаңтар оқиғасында қаза тапқан азаматтар мен жараланған 13 баланың тізімі қордың ресми сайтында жарияланған. Бағдарламаға қосымша мен бекітілген. Бағдарламаға 29 жасқа дейінгі Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Ол үшін қордың цифрлық порталында құрылатын эндаумент қорында арнайы шоттар ашу үшін өтінім беру керек.